Тұрған жеріміз Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы. Бейнеу ауылынан 35 шақырым солтүстік батыс бағытта Төңірек шың деп аталады. Төңірек шың Қарабұлақ деп аталады. Осы Қарабұлақтың астында біз бұрынғы аталарымыз Айтмұхамед Ишан дейтін атамыздың мешітінде тұрмыз қазір. Айтмұхамед Ишан атамыз 1870 жылы туылып, 1944 жылы Түркменстанның Мары Кушкаға жақын Ауғанстанмен шекара жерінде қайтыс болған. Осы мешіт қазір Айтмұхамед Ишан атамыздың мешіті. Бұл Адай руының ішінде Қосқұлақтың ішінен Дәуірзек дейтін тайпадан тараған атамыз. Осы жерде өзінің заманында сол медресе діннің оқуын оқып келгеннен кейін осы жерде бала сауаттандырған, бала оқытқан, осы жерде мешіт ашқан. Мешіттің көріп тұрсыңдар, асты тастан фундаменттен салған, үстін балшықтан салған. Мына көріп тұрғандарыңыз мына михраб деп аталады. Бұл михраб имамның тұратын жері, яғни құбыланы білдіреді. Бұл михраб дейді. Мешіттің құбыланы қайда екен? Енді қазіргілер көп ойлап жүр, тек мешіт болса тек діни оқу, молдашылық оқытады деп олай емес. Бұрынғы мешіт медреселерде аталарымыз әрінден деген осы ғылымды осы мешіттен алған ғой аталарымыз. Қазір осы тұрған мешітіміз Айтмұхамед атамыздың мешіті. Осы жерден қапталында екі бұлақ, екі құдық бар. Екі қазақ құдығын көрдіңіздер жаңа. Одан кейін осы жерден бір 500 метрдей жерде Құлбасы Ишан атамыздың кәдімгі жерасты мешіті бар. Жерасты мешіті үстірт үстінде екі жерде бар. Біреуі Ескі Бейнеудегі Бекет атаның мешіті болса, біреуі осы Қарабұлақтағы Құлбасы Ишан атамыздың мешіті. Тағы біреуі Қазанғап атамыздың жерасты мешіті. Яғни үстірт үстіндегі үш жерасты мешіті. Таныстырып, көрсетіп, әркімнің өзінің туған жерінің, өзінің тұратын жерінің, тұрғылықты жерінің тарихын білу парызы ғой әркімге. Балдарға білу керек. Сосын осы жерді таныстырып отырмыз, осы Құлбасы Ишан атамыздың жерасты мешіті. Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы, Бейнеу ауылында 3 жерасты мешіті бар. Біреуі Ескенеудегі Бекет атамыздың мешіті болса, біреуі осы Құлбасы Ишан атамыздың жерасты мешіті, біреуі кәдімгі Қазанғап дейтін атамыздың мешіті. Осы 3 жерасты мешіті бізге белгілі. Біз өзімізді көріп жүрген.